Өзімді таныстыра салайын, менің есімім Кенжебаев Азамат Сатайұлы, Жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының төрағасымын осы Бурабай ауданы бойынша. Есімін айтпай қояйын, әзірше ДК-ға байланысты арызы бар. Сіз кім боласыз? Мәдениет үйінің директоры. Сол мәдениет үйінің директорысыз. Получается, ол кісі сіз басшы болғандықтан сіздің үстіңізде шағым жасады. Біздің енді партияға обращение жасалғаннан кейін біз оны өзіміздің неміз бойынша определенный органдарға жіберуіміз керек. Өзіңіз білесіз, оны біз ұстап қала алмаймыз. ДК-да киімдер бар ғой да? Прокатқа берілетін. Сол прокатқа берілетін киімдер кассадан өтпейді дейді. Тұрып, пока енді ДК-ның қай кезде? Декабрьда берді, 24-ші жылы. Солай ма? 24-ші жылы, ал тапсырды оны уже официальный заң бойынша 25-ші жылы августта, сентябрьда. Сол периодта, пока құжаттар болмаған кезде ДК-ны арендаға берілген дейді, сақына. ДК-ның құжаттары болмағандықтан арендаторлармен договор жасалмаған, ол түскі ақша қайда кеткен? Мемлекеттік қызмет орнында ішкен фактілер бар. Штатта қанша адам бар сізде вообще? Штатта бізде 72 адам. 72. Русиндовкада Жазира деген кісіні танисыз ба? Қанша жыл бұрын болып кеткен нәрсе ғой. Ол кісіге 25% сыйлыққа төленбепті. Қашан төленбеді? Жазды солай. Мен түсініп отырмын сіз кімді айтып отырғандарыңызды. Сельский барлықтарына түседі. Қалай ол түсіп? Құрбанов сонда жұмыс істей ме өмірзақ? Құрбанов ол разнорабочий болып істейді. Неге ана кісі квартира тұрып отыр, официально қағазбен диплом бар адам квартирасы ма? Ну енді ол жерде вопрос такой, что кімде өмірзақта 6 баласы бар. Оған бұны үй берілді ғой. Енді ол программамен берілген, как молодая семья. Коррупцияға жатпайды ол, сіздің ойыңызша. Енді негізі бір бухгалтерияда вообще бір-бірімен байланысты адамдар жұмыс жасамау керек. Мен түсініп отырмыз. Сіздер неге басында жұмысшыларға ескертпейсіздер, испытательный срок аламыз? Договор бар ғой қолдарында. Олардың қолдарында барынша договор бар. Мы когда заключаем договор, сразу там прописывается. Енді получается так. Служебный проверка бола ма? Аудит кіргізу бола ма? Бойынша. Егер де заңға сәйкес бұзушылықтар алынып жатса, әрине. Вот табель, зарплата, премия, договорлар сотрудничества. Біз өзіміз оны инициировать етіп, өзіміз тексере аламыз. Біз ол жағынан егер де мысалы жаңағыда айтып жатырсыз ғой, осындай мәселелер бар, осындай мәселелер бар. Әрине біз